Ya ne söylüyorsun? O darıda bir yeri. Orada turmuştep şunlar kılık keyside. Karsalayın. Karsalayın. Köşün komandası. Oğlumuzda belgili Elkanov Kaylağımız başlayan. Karolay komandası. Köşün Ağudan'ın Ardagiler komandasının kapitani Yetlay Yetlay başlayan. Karatova yavrum. Oğlumuzun belgili sporcusu Kaylağımız başlayan. Aksuat komandası. Tungu Meyse üyesi Devlet Arası'nın Koytas komandası. Sporcular sap tutuңыздар. Қазақстан мемлекет әнұрыны ойналсын. Жарысты ашу сөз кезегі Қазақстан халқына танымал өзіміздің ауылымыздың тумасы белгілі ақын Қасен Закария ағамызға береді. Майбас тоқтайма. Бүгін кешке бәрі білесіздер, атақты әншіміз Есен Мәжит тойы сағат 5-те келген Дәукең айтқан, қайтсаң да кел деп. Соның бір көлік отырасам, жоқ, жаңғырдан Ивадан түстім деп. Соған келіп, Дәукеңнің тойына келмесе болмайды. Жоқ деген бір жақтан өтіріп көрсін, айғайлап кетейік. Жаңа жүгіргенін көріңіздер, мынау 70 емес, өтірік айтып, 66-дан ма 60 сондай. Ал енді мынау, біз енді волейбол ойнамадық, шын айтайын. Осы жаңа Мейірхан жүрген Нұрбай. Соңғы ойнаған осы қойса солардың кластары ғой деймін. Айтса бұрын бәрі волейболды қырғаннан Кәкімжан ағайының жанында, ол асы қырғын болжасы кешке деймін. Содан кейін біз мен 59-дар 60-61 ойнаған жоқ қой деймін, 68 ойнаған жоқ. Содан берсін Нұрбектер бастап міне қайта ойнап кетті ғой. Сонда біз волейболда мақұрым қаппыз ортада біраз кісі, біраз кластар. Ал дәулеттер сол мынау Дәукеңді білеміз, жас кезімізден. Сол кезде волейболдан жан таласып, доппен соның арқасы бойы жаңа көріңіздер ғой. Жүрген әшін ебелек қағып жетіп келді алдымызға. Мынау енді волейбол деген бір жақсы ойын, үлкен бүгін спорт мерекесі отыр Дәуке. Сізді арман жоқ. Енді сіздің әкеңіздің волейбол ойнағанын мен көргем жоқ, шынайда. Ал енді жетістікке дейін келіп міне жүгіріп ойлап, мына жастармен сайысып жүргеніміздің арқасы, денсаулықтың арқасы, сол спорттың арқасы болу керек. Міне қайырлағанымызды білеміз. Мен танығаннан бері ылғи спорт жағында міне. Енді жаңа кім қуанышты міне солай осылардың жолығып кеткен кісі ғой. Жаңа мен даулашы жатыр, әкесі футболист болғасын жоқ, волейбол болған дейді. Сілем пәнін футбол жағын көріп жоқ мен. Айтасың. Ал енді мынау енді жақсы дәстүр. Дәукең біраз жыл болды, Қалбатауға өсіп кеткен кішкене ауылдан ұзап кеткен адам боласың. Бүгін кеп міне өз ауылында той жасап, елді бір дүрліктіріп жатыр. Тойдың көбі жақсы. Соған ортақтасайық, қуанышына деп ертең газет бетінде жариялайық, осындай адам жетістікке толды деп. Кейбіреу білмей қалып жас екен деп қалуы мүмкін, сондықтан арнайы келдім, бұны әшкерелейін, 70 екенін елге жайайын деп. Мына қалжыңдап тұрған Баян апайдың қалған алтын сырға, ол кісіні танымай тұрғанда Дәукең менің жездем болған. Менің апайыма қырындап осы көп жүгірді, бірақ өзі тілін таба алмады ма, айырылып қалды өзі қалай.
Бірақ мен содан бері осыны жезе деймін, мәлімге деймін. Әйелден қорқасың ба деймін, жамасақ болдым ба. Ал енді сол қалдығымыз жараса берсін, оның бәрі сыйластық қой ел арасындағы. Бірін-бірі жақтырмайтын, ұнатпайтын адам өмірі қалжыраспайды. Қандай қатты қалжың ар жағында дейді, үлкен сыйластық жатады дейді. Сол сыйластығын айырмасын. Әуке сіздің берген үлкен өміріңізге жастарға үлгі болсын. Ауылымыздан мықты спортшылар шыға берсін. Ел іргесі тыныш болсын. Қалпына мектеп тамаша, баласы емес ғой бірақ та. Ал енді мына спорт залдарын керемет, өзім қызығам мен шын, бірақ мен волейболдан көргем жоқ. Енді осы жеңістен жеңіске жете беріңдер жігіттер. Ойыншылардың бәріне табыс тілеймін. Жүлдемен айтыңдар. Ал Дәуке, бір енді бір ақын деген атым бар ғой, бір өлең жазбақ екен, мен саған артынан оқып беремін. Жоқ, ешкім жоқ, өзі оқып беремін. Әйтпесе Баян апай естімейтін нәрселер бар ішінде. Ал жігіттер, құрметті Қойтасаудың тұрғындары, мен мұғалімдеріміз Астанадан апайынан ағай келіп қапты, міне Кенжехан ағай отыр. Ол тегін емес, тегінде. Бәрі сізді құрметтеп, Дәуке, сіздің мерекеңізді тілек айтайық деп арнайы келіп отыр. Мен де соның бірі. Енді ары қарай көре жатамыз қазір. Ал бәріңізге жеңіс тілеймін, табыс тілеймін, денсаулық тілеймін, қашан аман сау болсын. Дәуке, тоқтаған енді ол бардай тұрмайық. Шын айтқанда спорттық бауын бермей жүрген Қайыр ағамызға. Құрметті сауықшылдықтар, міне сіздерде бүгін қойдас, сіздерде міне үлкен іс-шара өтіп жатыр. Волейболдан. Мына волейбол жарысын осыдан 20 жыл бұрын өтірік айтпасам, Қонысбай Қойшыбайұлы келген кезде бастап ек. Байғазы ағамыз бар, бәрі қостап. Содан бері қарай міне бірлігі бар жарыс екен. Соңғы кезде міне 2 жыл бойы сіздердің ауылдарыңыз демеушілік жасап, осын демеміз жемеп, елеп ескеріп, шақырып жатқандарыңызға, мына волейбол жарысын өткізіп жатқандарыңызға рахмет. Оның үстіне міне Дәулет ағамызды туған күні екен бүгін. Бұл Дәулет ағамызбен талай рет волейбол ойнадық, әріптес болдық. Талай сайыстарда жеңіске жеттік. Спартакиадаға да бардық мұғалімдердің облысқа. Енді бұл іске алдағы уақытта жанұясына береке бірлік тілеймін, өзіне денсаулық тілеймін. Осында ұзақ өмір сүре берсін, жаратқан иеміздің берген несін. Енді ауылдарыңызға көп рахмет, осындай іс-шара өткізіп жатқанына, елеп ескеріп шақырып жатқандарыңызға. Ал енді бүгінгі елім жастан асқан спорт ардагерлеріне енді жақсы ойын тілеймін. Алдымен денсаулықтарыңыз мықты болсын, табыстан табысқа жете беріңіздер, аман болыңыздар. Сөз кезегі бүгінгі той иегері Дәулет ағамызға берейік. Рахмет. Құрметті спортшылар, құрметті өзімнің жерлестерім, міне бүгін Қойтастың қасиетті топырағына келіп бір жарыс өткізген жатсыздар. Осы топырақта пайда болған жігіттің біреуімін, жігіт Қасен айтты ғой, соған жеткізсін. Енді мен мұнандай бір жеңешемнің осында отыр, Астанадан келіп. Сол кісінің сөзімен бастағым кеп тұр. Кеше бір қатын түсіріп айтып жатқанда көзімізге жас алғызып, неше түрлі әңгіме айтып, сонда былай деді. Бұл кісі қазақ тілі әдебиетін 40 жыл берген адам. Сол айтады, біз ана біреу 2 мен 3-ті балаларға бекер қойыппыз дейді. Сол қазіргі мұғалімдерге айтты, 2 мен 3-ті қоймаңдаш деді. Өйткені дейді, сол 2 мен 3-ті алған балалар қазір барлығы бір ненің иесі, керемет кәсіпкер, жолда қалған ешкімі жоқ дейді. Соны айтып тұрған себебім сол 2 мен 3-ті алып жүрген осы менің оқушыларым болатын. 4-інде 5-інде алатұғын осы солардың арқасында мені міне ойларына алып 70-ке толғанымды атап өтіп жатыр. Өте рахмет. Мына тұрған Қуаныштың әкесі 11-ші класс бітіргенде Маралихада келіп ойнағанда мұна волейболды керемет ойнайтын кісі болды, аласа кісі болды. Енді менің бір ұстазымның біреуі деп айтуыма болады.
Осында Беглан деген тұр. Бегланның әкесі Өмірбек, осында міне қайылдыдар бәрі білет. Бізге пас беріп жүгіріп жүретін Аласа бойды ұстазым еді. Өкінішке орай қазір арамызда жоқ, Сілемханаға да жоқ. Енді ұстаздарым көп әрине. Мұна осы тұрған спортсмендер бәрі білет, қайылды да білет. Қадыл деген ұстазымды шақырып Маралдыдан келем деп келмей қалды, мына кісілерге еріп келеміз деп еді. Осы жер бір волейболдың ортасы болған, далада ойнайтын кезіміз еді. Мақтанып қойма болады, сол Сілемхан сол мұна отырған кен жаққан Тілеубек ағаларымыз мені 5-ші оқып жүргенде 65-ші жылы Маралихаға распасов шыққып алып барды. Оқушымын, баламын. Сонда пас беріп, защитасында жүрушемін. Енді сол ескеріп мені сөйтіп жатқандарына өте разымын. Рахмет, уақыттарыңызды алмайын, сол тойда ешкіміз қайда тарап кетпеңіздер, түскі уақытта. Намысын қолдан бермеген ерлігің асқан бабамай, ұрпақтың мәңгі есінде Наурызбай батыр қабанбай. Қорғадың қазақ еліңді, кең байтақтар хан жеріңді, Райымбек батыр Бөгенбай шайқаста төктің теріңді. Ғасырдан ғасыр сыр шертіп тылсымнан қолдадың қаттың, қазақтың байтақ жеріне қонарын біліп бір бақтың. Әруағың ұрпақ басиып қаншама жүрек егілді, аманат етіп ұрпаққа қалдырдың байтақ жеріңді. Тұлпарға қонып найз ұстап тоқтатпаған шабысын, намысты қайрап кек алдың әр қазақтың қаны үшін. Дұшпаннан қорқып қашпаған, қарсы алған жауды қақпаған, көрінсе жаудың төбесі жайбарақат. Самай батырға да сай тұлпардың басын тартпаған, Махамбет пен Исатай тойтарып жауды тастаған, Жәнібек Жәпек өтеген батырларын бақтаған, өлмешін жолып дұшпанның найзасын асынбаған. Жаламды сырым Жанқожа талқандап жауын тастаған, жау жағадан алғанда бабаларым саспаған, әскер жиып қол бастап жер қалмады жоспаған, басынан өтті қазақтың шоғырында ақтаған, жаусың аққа алғанда бірін бірі сатпаған, құраған басын 300-дің бабалар
жер бізге аманат, Алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, Алаштың баласы.